Қазақстанда осындай өндіріс орындарының көп болғаны ол мемлекетіміз үшін қажет. Нақты осындай тауар шығарып жатқан, өндіріспен айналысып жатқан бізде завод, фабрикалар көп болу қажет. Сонда сондай мемлекет мықты болады. Алдымызда мынау президенттікке сайлау келе жатыр. 20 қарашада. Өздеріңіздің азаматтықтарыңыз, патриоттықтарыңыз, саяси белсенділіктеріңізді де көрсететін кез. Сіздермен кездесудегі біздің мақсатымыз сол бір ұлт, бір мемлекет, бір ниет, бір мақсатпен өзіміздің ортақ Қазақстанымыз үшін жұмыс істеу, қорғау, қолдау.